Отандық танымал режиссер Ақан Сатаевтың отбасында қуанышты жаңалықтар орын алуда. Кино саласының майталманы осы карантинде үлкен қызы Мариямды ұзатып, қияға қондырды. Қос ғашық жақындарының куәгерлігімен мешітте некесін қидырған. Ақан Сатаев перзентінің тұрмысқа шыққанын Instagram желісінде өзі хабарлады. Режиссер еліміздегі жағдайды ескере отырып, қызын той дуансыз ұзатуды ұйғарған. Екі жастың жақындары мешітте жиналып, олардың неке қию рәсіміне қатысыпты. Мариям Сатайдың сіңлісі оның тұрмысқа шығып жатқан сәтінің видеосымен бөлісіп, көпшілікті қуантты. Құрметті достар, бүгін біз Алланың қалауымен Назикеміздің үлкен қызымыз Мариямды мешітте некесін қиып, күйеу баламызға Есболатқа аманат етіп, табыс еттік. Елдегі жағдайды ескере отырып, үлкен тойсыз, тек құдаларымызбен қарапайым дастархан жайып, сүннет бойынша жастардың қалауын орындауға тырыстық. Алла тағала барлығымызға жақсылық пен береке беріп, жамандықтан сақтасын, әмин, деп жазды ол. Ақан Сатаевтың күйеу баласы кино әлемінен алыс емес болып шықты. Белгілі режиссердің қызының жүрегін Номад Станс кәсіби каскадері Есболат Әбдіберік жаулай алған.